Армағайын, қуанышты сүйіншілеп, жақсылықты көбейтуге келіп қалдық. Хабар арнасында кеш жарық шоуы. Кеш жарық болсын, көңіл көтеріңкі болсын. Ал біз допаминді көбейтіп, эндорфинді еселейтін көмекшілер Асылхан Төлепов және Сағыныш Әбікей. Қара суды шайқағанмен май болмас, жалаң сөзді сапырғанмен той болмас дейді Асылхан. Олай болса, көп сөйлеп созбайық, кешімізді жарқ еткізіп бастайық. Бәрекелді. Бәрі келген жоқ. Қайда асықтыңыздар, әріптестер? Бастау үшін төртеу түгел болу керек емес пе? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Кеш жарық көрермен ортаға Қабдол Тірлеков және Нұргүл Мұңғатова қосылды. Қошеметтеріңіз. Қабдол, Нұргүл, осы уақытқа шейін қайда жүрсіңдер? Біз Нұргүл екеуміз театр күнін тойлап. Театр күні? 27 наурызда болды ғой. 3 күн тойладыңдар ма сонда? қазақ 30 күн ойын, 40 күн тойын тойламаса көңілі толмайды. Біз қайта 3 күннен кейін тоқтадық, рахмет айтыңдар. Ой, тоқтағандарыңа көп рахмет. Шынымен де 27 наурыз ол театр күні. Осы сәтті пайдаланып мен театралдарды және өзімнің әріптесім Нұргүлді шын жүректен құттықтаймын. Театр күні құтты болсын. Саған да құтты болсын, баршамызға құтты болсын. Жаңа шоудың шымылдығын ашып жатырмыз. Сондықтан бүгінгі кешті бастайық!